Дроздова Наталья Федоровна 1899 жылы Мәскеу қаласында дүниеге келген. Ұлты орыс. 1938 жылы 10 қаңтарда КСР Ішкі істер халық комиссариатының отаны сатқындар отбасының мүшесі ретінде 8 жылға сотталды. Ақмола лагерлік бөліміне 1938 жылы 24 ақпанда Мәскеу қаласында Бутырка түрмесіне келді. Алжир түрмесінде болу кезеңі көрсетілмеген. 1945 жылы 26 қазанда Қарлақтан босатылып, 1985 жылы 86 жасында өмірден өтті. Наталья Дроздованың күйеуі Александр Константинович Дроздов 1898 жылы 20 наурызда Мәскеуде кішкентай саудагерінің отбасында дүниеге келді. 1915 жылы гимназияның 6 сыныбын оқып аяқтады. 1916 жылдың сәуір айында әскери қызметке өз еркімен түсті. 3 айдан кейін майданға кетті. Бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысты. 1935 жылдың қаңтарынан жұмысшы шаруа қызыл армиясы артиллериясының материалдық бөлімінің бастығы болып қызмет істеді. Грабин Василий Гаврилович жеңіс қаруы мемуарында оқу полигонында Комдив Дроздов командалармен тексеру байқау өткізді. Ол сәтті өтті. Осы уақытқа барлық қонақтар келіп кеткен кез еді. Сол сәтте Павловскийдің ең жақын көмекшілерімен бірге келді. Тухачевский келіп барлығын аралап зеңбірек бригадалардың жұмысын тексерді және риза болып шетке шығып қонақтардың жалпы тобына қосылды. Шешуші сағат жақындады. Комдив Дроздов бәрі жақсы екенін тағы бір рет тексеріп, әр зеңбіректі айналып өтіп, соңғы нұсқаулар берді. Ол біздің зеңбіректерімізге жақындап, Қызыл армия жауынгерлеріне партия мен үкімет басшылары зеңбіректерге жақындаса және атыс кезінде бәрі анық болса да өзін қалай ұстау керектігін айтты. Байқау басталғанға дейін бірнеше минуттар қалды. Мен мұндай жолмен жөнделген болса да, сіз дәл уақытында келе аласыз деп ойламадым. Алайда көп ұзамай олар бізге хабарлағандай келеді деп ескертті. Шынында да, белгіленген мерзімнен 3-5 минут бұрын полигонда бір топ адамдар пайда болды. Алдында былғары пальтода Ворошилов, сәл артта Сталин, сұр жазғы пальтода қалпақша және етікте болды. Қасында Молотов қараңғы регланмен қалпақ қадам жасады. Сәл алыста оның жанында Орджоникадзе қорғаныш түсті қалпақшада жұлдызшамен және етікте болды. Межлауық сұр қолпақшада және сұр жазғы пальтода екі жағында да маған белгісіз штат әскери адамдар артында жүрумен болды. Тік тұр бұйрығы берілді. Барлық қатып қалды. Комдив Дроздов қолынан құмқағарға қойып, биік қонақтарға қарай беттеді. Бірнеше қадамға жетпей тоқтады. Жолдас халық комиссары, тексеру үшін материалдық бөлім дайындалды. 1937 жылы 29 мамырда КСР жоғарғы соттың әскери коллегиясы 1937 жылдың 1 шілде әскери қастандыққа қатысқан үшін айыппен тұтқындады және ату жазасына кесілді. Үкім сол күні орындалды. Мәскеуде Дон зиратында жерленген 1956 жылы 27 қазандағы әскери алқаның ұйғарымымен ақталды. Тұтқындалғанға дейін Дроздовтар отбасы Мәскеудің орталығында Чистопрудный бульварында 12 үй 4 ғимарат 6 пәтерінде тұрды. Наталья Федоровна үй шаруашылығымен айналысып, Тамара қызы тәрбиесінде болды. Күйеуі қамауға алынғаннан кейін бірден Наталья Федоровна мен 13 жасар қызы Тамара Чистопрудный бульварындағы пәтерінен қуып шығарылды. Және олар әжесі Тимофеева Анна Никаноровнаға Сокольник қаласына көшіп, Тамара оның қамқорлығында қалып балалар үйінен құтыла алды. Дроздова Тамара Александровна ұзақ уақыт Вернадский даңғылында орналасқан Промтранснипроект ғылыми зерттеу институтында жұмыс істеді. Сол жерден зейнетке шықты.
көптеген құрмет грамоталарына ие болды және еңбек ардагері медалімен марапатталды. 2013 жылы өмірден өтті.